Жабайы алма. Сайын Мұратбеков. Нұғман Әжібек Байдалы. Біз бір топ бала сәске кезінде ескі клубтың көлеңкесінде асық ойнап жүргенбіз. Ойымызда дәнеңе жоқ. Ойынның қызығына алаңсыз кіріскен шағымыз еді. Клубтың тасасынан Әжібек шыға келді. Келді де тігулі тұрған асықтарымызды тегіс сыпырып алды. Біз шулап қоя бердік. Біріміз жыламсырап, біріміз ағатайлап жалынып, Әжібектің етегіне жабыстық. Бірақ ол тісін ақситып ыржиған күйінде бірімізге де міз бақпастан асықтарды қалтасына салды. Шаужайлап жармасып болмаған бір-екі баланы май құйрықтан теуіп жіберді. Амал қанша? Әлімжеттік қылғанға көнгеннен басқа шара бар ма? Төбелесіп жеңе алмаймыз. Өзімізді ұрып тастайды. Үйге барып шағым еткенмен Әжібек қатын қалаш, кемпір шалдың сөзін құлағына да қыстырмайды. Қайта ерегесер болса, үлкендерге тас лақтырып балағаттап кетеді. Өзін қуып және ешкім ұстай алмайды. Шапқан атқа жеткізбейтін желаяқ. Соғыс кезінде ондай бәтуасыз бетімен кеткенді жөнге салар кім бар? Сөйтіп ойынымыздың шырқы бұзылды. Әжібек тұрғанда асықты қайта тігіп ойнауға ешқайсымыздың батылымыз бармады. Ұйылғып тұрдық та қойдық. Ал, кәне, асықтарыңды қайтып берем, деді ол ойына бірдеңе түскендей көзі жылт-жылт етіп күлімсіреп. Сөйтті де қалтасынан бір асықты шығарып, «Мынау кімдікі?» деп сұрады. «Менікі», деді асық иесі Сәмет. «Сенікі ме?» Әжібек қақырынып ап асыққа түкірді де, «Мә асығың», деп Сәметке қайтып берді. Анау асығын алмастан көзі жасаурап теріс айналған. Әжібек оны бір қолымен жап беріп желкесінен ұстай алды да, енді кеңсіргіндегі бар қақырығын жинап алып, асыққа тағы жақты. «Мә, ұста асығыңды, әйтпесе көкең танытам», деді кіжініп. Анау бұл жолда алмаған. Әжібек енді асықты қақырық түкірігімен оның қалтасына салды да, өзін бүйірлете теуіп кеп жіберді. Сәмет анадай жерге топыраққа бұрқ ете түсті де, бақырып жылап үйіне кетті. «Бар, кет, маған десең құдайыңа бар шағынып. О несі? Менің қақырығымнан жеркенгені. Осыдан балалардың маңына жолап көрші. Еш қайсысың жолатушы болмаңдар. Онымен ойнағаның менен жақсылық күтпеңдер», деді ескертіп. «Мынау кімнің асығы?» деді Әжібек енді екінші асықты шығарып. «Менікі», деді шашын ұстарамен бүгін ғана алдырған Бәтен деген бала. «Әй, сенің тақырайған маңдайың жақсы екен. Кәне, бер кел», деп қасына шақырды да Бәтеннің маңдайынан дың-дың еткізіп екі шертіп асығын қайырып берді. Біз күлкіге баттық. Ал Бәтен көзі жасаурап маңдайын сипалай берді, бірақ жылаған жоқ. Осылайша біріміздің асығымызға түкіріп, бірімізден шертпек алып, бір-екі баланы май құйрықтан теуіп, онан қалған асықтарды құлаштап тұрып лақтырып жіберді де, «Барыңдар, тауып алыңдар», деп қарқылдай күлді. Сөйтіп қалғандарымыз оның тәлкегінен оңай құтылдық. Онан соң Әжібек алым-жұлым жейдесін шешіп тастап, көк шөпке етпетіне жатты да, «Әй, жетпегілер, кәне, келіңдер, бойымның құрысып тұрғаны, кішкене жыбыр-жыбыр жасап жүріңдерші», деп бұйырды. Жыбыр-жыбыр Әжібектің біраздан бері ойлап тапқаны. Өзі қышымақ отыр. Сол қышыған кезде қолды аяққа тұрмай безілдейді. Қолмен қасуға әйен кестенеді де, жұмсақ шөппен жыбырлатады. Өзі жыбырлатқанға айызы қанбай, бүкіл өне бойын бізге жыбырлатады. Жыбыр-жыбыр осыдан кейін шыққан. Қазірде біз жапатармайға кеп, біреуіміз табанын, біреуіміз алақанын, біреуіміз жотасын, желкесін, құлағының түптерін жұмсақ шөппен жыбырлатып сипап қытықтауға кірістік. Әжібек көшенің шетіндегі көк шөптің үстінде қап-қара боп тырайып, рахатқа батып маужырап жатыр. Сырыған күс-күс қол-аяғын соза түседі. Белінде, екі қолының қары мен білегінде, екі балтырында қотыры бар. Соларын шөппен жыбырлатқан кезде жаны кіріп, аузынан сілекейі шұбырып кетеді. Сәлден соң шалқасынан аударылады. Енді көкпеңбек боп қабысқан қарнын жыбырлатамыз. «Тағы да, кішкене жоғарырақ, сәл төмендеу», деп ес кетеді. Біз онан сайын жанымыз қалмай бар өнерімізді салып ақ жыбырлатамыз. Жыбырлататын шөпті де таңдай білу керек. Аса жұмсақ болса қышындырмайды. Ал сәл қатаңдау болса тікенше қадалу мүмкін. Ондайда Әжібек жыбыр-жыбырды дұрыс жасай алмаған баланы не теуіп қалады, не жұдырықпен салып жібереді. Егер біреуімізге риза болса, «Мәләдес», деп мақтап қояды.
Шіркін, Әжібектің мақтауын естігеннен артық бақыт бар ма екен десеші. Мақтау естіген бала оның ең жақын етенесіне айналып, басқалардан сүйем қарыс биіктеп кетуші еді. Ол күні ондай баланың десі жүріп, әрқайсымызға орынды-орынсыз қожаңдап тисе беретін. Арқа сүйері Әжібектің өзі болған соң, кімнен қорқсын? Бүгінде сөйтіп, әркім өз өнерін салып Әжібекті жыбыр-жыбыр садық. Қабысқан қарындағы қатпар-қатпар қышымаға шөп дегенде Әжібектің мүлде есі кетті. Сілекейі шұбырған үстіне шұбырып, тілі салбырап, бет-аузы қисаңдады да жатты. Бүкіл өне бойы қалақай шаққандай қып-қызыл боп бөрте бастаған. Рахат-ай, рахат-ай деп ыңқылдап кеткен. Әй, бұларың не? Деген дауыс бәрімізді селк еткізді. Атымен дәл үстімізге төніп кеп, колхоз бастығы Нұғман тұр екен. Әжібек жайлап басын көтеріп, малдасын құрып отырды. Үстім дуылдап қышып болмаған соң, мыналарға жыбыр-жыбыр сатып жатыр едің, деді байсалды үнмен. Жыбыр-жыбыр дейсің бе? Қызық екен. Ал енді қотырыңды мыналарға жұқтырасың ғой. Жұқса бұлар менен әулие ме? Қой, олай деме. Өз қотырыңды жұртқа жұқтырып қаскөйлік жасама. Ондай адам көгермейді. Қайта бұлар үйресектей берсе, өзіңнен аулақ ұста. Сен осылардың ішіндегі ести арысың ғой. Бұларды жамандыққа емес, жақсылыққа баулуың керек. Бұл жетпегірлерді баулы бақ жүрмін. Қиқаңдағандарын ептеп төмпештеп те алам. Тірісіне тірі көкесін, өлгендеріне өлген көкесін танытып қоям. Сен өзі тіпті ірі сөйлейді екенсің, Кәне, бір әңгімелесейікші, деп Нұғман атынан түсіп қасымызға отырды. Жә, қорықпа, тиіспеймін. Кез келгеннен қорқа беретін қоян жүрегіңіз мен емес. Неме қорқам? Сіз азар болса сілейіп тұрып, бір сабарсыз қазір. Ал мен өскеннен кейін оның есесін 10 есе қып қайтарам ғой. Сіз шал болған кезде. Нұғман күліп жіберді. Қалқам, біріншіден мен сені соқпаймын. Ал екіншіден, сен ер жетіп өскенше тіріде болмаймын. Мына соғыс аяқталғанға дейін жаным шыдаса, сода олжа маған. Соғыс қашан аяқталады? Кім біледі, қашан аяқталатынын. Осы күні біздің әскерлер жаудың өкшесін жерге тегізбей қуып барады ғой. Енді көпке созылмас. Сіз соғыстың тез біткеніне қуанбайтын шығарсыз, деді Әжібек. Неге? Соғыс тез бітсе, сіз де өліп қаласыз ғой. Жоқ, мен тез біткеніне қуанам. Мен өлгенмен мына сендер барсыңдар ғой. Қотырдан жазылып, нанды қалағандарыңша тойып жеп, мынау ит талағандай алым-жұлым шоқпыттарыңды тастап, әп-әдемі киініп, гүлдей жайнап ойнап жүрсеңдер, онан артық қандай мұрат болмақ адамда. Ой, олай болу қайда, деді Әжібек күрсініп. Шіркін, ақтанға ыңқия бір тойып ап өлсем, еш арманым болмас еді-ау. Сенің арманың оңай екен. Енді бірер айдан кейін астық піседі. Сол кезде мен біздің үйдегі апаңа бір пеш қып ақ бөлке пісіртейін. Бір тойшы. Шіркін-ай, сөйтіңізші. Тек соған дейін менің сендердің барлығыңа салар бір қолқам бар. Айтыңыз, мен өзім ақ орындатам. Бұлардың бірде-бірі менің айтқанымнан шықпайды. Сендердің топыр-топыр боп көшеде осы жүрістерің маған ұнамайды. Соғыс болса анау, қиян кескі. Бәріңнің де әкелерің, ағаларың жауған оқтың астында қан кешіп жүр. Менің соғысқа кеткен ешкімім де жоқ. Әкем соғысқа бармай-ақ ажалынан өлген, деді Әжібек. Сондықтан маған салса бәрібір. Ал мына ақымақтар ғой, деді ол барлығымызды жағалай меңзеп. Саналарында түк жоқ. Әлгінде асықтарын мен тартып алмасам ғой, әлі күнге ойнай беретін еді. Соғыста туыс туғаның бар ма, жоқ па, ол есеп емес. Жауға қарсы көтерілу біздің бәріміздің де міндетіміз. Сондықтан былай болсын. Балалар, ертеңнен бастап қолдарыңа бір-бір орақ алып, егіннің арам шөбін отауға шығыңдар. Күнде түсте егіннің басында ыстық тамақ бергіземіз. Онда барамыз. Ыстық тамақ дейсіз бе? Ол қандай ыстық тамақ? Ет тураған көже, деді Нұғман. Ура, жұмысқа барамыз. Келістік пе, балалар? Деді Нұғман орнынан тұрып. Келістік. Онда бригадирлерің мына Әжібек болсын. Оған да бір ауыздан келістік. Әжібек мүлде шіреніп, тіпті жер баса алмай қалды. Ол аздай Нұғман тағы да. Ал бригадир, сен мына қотырыңды емдетуің керек. Ат берейін, бүгін Қоңырға емханаға барып қайт, деді. Сөйтті де Байдалыға бір жапырақ қағаз жазып берді.
Онан соң қалтасынан 50 сомды және суырып алды. «Мә, мына ақшаға дәрі ал». Нұғман кетісімен Әжібек жүруге жиналды. Әуелі: «Ал жүгірмектер, жүйкелеріңнің қандай екенін көрдіңдер ғой. Біліп қойыңдар», деп бәрімізді өзіне құдайдай бір табындырып алды да әрқайсымызға бұйрық бере бастады. «Қоңырға барып қайтқанша қарным ашады ғой, сондықтан сен, Қайрат, Самат, екеуің маған құрт ірімшік тауып әкеліңдер. Үйлеріңнен болмаса анау Қазима кемпірдің есігінің алдында бағана құрт жайылып тұрғанын көргем, содан ұрлап әкеліңдер. Ал сен, Қанат, мә, мына қағазды Байдалға тапсырда, берген атын алып кел», деді. Әлгінде Нұғман жазып кеткен бір жапырақ қағазды маған беріп. Қуанып кеттім. Әжібектің атын әкеп бергеннен астам мәртебе бар ма десең шіркін. Жүген тауып ап жүгірген бойда ұста дүкені жақта жүрген Байдалға келдім. Осылай деп бастықтың қағазын ұстаттым қолына. Байдалы шал хат танымайтын, сондықтан қағазды қайыра өзіме ұсынды да: «Кәне, оқышы», деді. «Бәке, мына Әжібекке бүгінше бір ат беріңіз, Қоңырға емханаға барып, қотырына дәрі алып қайтсын, Нұғман». «Әй, саған емес, Әжібекке дейді ғой». «Иә, Әжібек мені жіберді, өзі анау жерде тұр». Басыңды шақша бас. Енді оған да малай керек болды ма? Бар, өз келсін, деді де. Мен мойныма су кеткендей сүмірейіп, кейін қайттым. Қайрат пен Самат ұрлап әкелген ірімшік құртты Әжібек қалтасына тығып тұр екен. Мен Байдалының айтқандарын айттым. «Өй, жаман неме, бастықтың қағазы қолында тұрғанда, со Байдалымен тәжікелесіп сен де. Қолына қағаз ұстаттың ғой». «Ұстаттым». Болды. Онан әрі қораға кіруін керек еді де, Тәуір деген атты жүгендеп мініп алып кетуін керек еді. Мына адам ба, мына Қанаттан түк шықпайды. Осы адам болса мана мұрнымды кесіп берейін. Әкел жүгенді бері». Сөйтіп Әжібек өзі кеткен. Сәлден кейін Байдалының торы жорғасымен текіректеп шыға келді. Соңынан баж-баж етіп жер-көкті жұлып жеп Байдалы келеді. Қолында білем темір. «Әй ит, тоқта деймін енді, жаныңның барында тоқта. Осыдан қолыма түссең жақсылық күтпе. Апырай, бұл итке басқа ат жетпегендей, менің мініп жүрген атымда несі бар екен? Тоқта деймін». «Қолдан бермегенді өйстіп жолдан аламыз. Әкеңізден қалған ат жоқ, ақсақал. Бұл колхоздың аты», деп Әжібек тебініп қояды. «Онысы несі? Сіз бригадир болсаңыз, мен де бригадирмін бүгіннен бастап. Әлгінде мыналардың алдында колхоздың бастығы өз аузынан сайлады». «Қап, мына шақшы бастай, а? Әй, ең болмаса астыңа тоқымсап мінсеңші, әйтпесе алдыңдағы аттың арқасын құртасың ғой». Мә, деп Әжібек оған бет-аузын қисаңдатып мазақтады да біздерге: «Ал, қошаман бол. Жағалбайлы Төлегеннің қыз жібектей аруды әкелуге Ақжайыққа жол тартты», деп торы жорғаның басын Қоңырға қарай түзеп шаба жөнелді. Артына қарап Байдалыны мазақтай түсіп ақсия күліп қояды. Әжібектің тақымы атқа тисе қалай жүретіні белгілі ғой. Әне-міне дегенше белден асып мүлде көрінбей кетті. Аяғымен жер тепкілеп, Әжібекті жер жебіріне жете боқтап сілеп Байдалы шал қала берді. Шақша бас, осыдан қайтып келерсің бәлем», деп кіжінеді. «Әй, сендер көрдіңдер ме, мына қағазды шынымен бастықтың өзі жазды ма?» «Иә, өзі жазды. Мына жерде тұрып жазған, бұлай тұрып жазды», деп біздер жан-жақтан жамырай растадық. «Қап, мына шақша бастай, Бәрінен де қорлығы торы жорғаны мініп кеткенін айтсаңшы. Пішен басталғанша біраз күн белі суысын, отықсын деп өзім де мінбей жүредім. Қап». Байдалы шал қайтадан ұста жаққа кетті де, біздер сол орнымызда ұйлығып қала бердік. Әжібектің мына ісін тамсана сөз қып, сүйсініп, тауса алмаймыз. Енді екі көзіміз Қоңыр жақта. Қашан қайтар екен Әжібек, не бітіріп қайтар екен? Шіркін-ай, тезірек қайтсашы, деп тілейміз. Ойын дегеннің бәрі жайына қалды. Әжібектің мына ерлігінің қасында ойын деген сөз бекен. Түскі тамаққа да ешкім үйіне қайтқан жоқ. Қоңырдың жолына телміре қараймыз. Әжібекті зарға күтеміз. Бірақ Әжібек күн батқанша қайтқан жоқ. Со күйі үшті-күйлі жоғалды. Ертеңіне таңертең сырттан терезенің түбінен: «Қанат, тұр жұмысқа!» деген ащы дауыстан ояндым. Ұшып тұрып көзімді уқалай сала, жейдемді жүре киіп тысқа шықсам, клубтың жанында кешегі жерде балалар жиналып та қалған екен. Қолдарында бір-бір орақ. Бәрін үйді-үйіне барып оятып, жинап басқарып жүрген Әжібек екен. Әжібекті көргенде қуанып кеттім.
Әжем берген тамақты апыл-ғұпыл іше сап, қолыма орақ алдым да мен де жүгірдім. Әжібек өзінің кешегі Қоңырға барып қайтқан сапарын айтып тұр екен. Löктірге барып, сау басыма сақина тілеп, мені жын қағып кетіп пе? Барсаң бас салып жатқызып қояды олар. Сондықтан барғам жоқ. Қотырдың дүкеніне кірдім де, 50 сомға түгел қалтамды толтырып қант сатып алдым. Әй, бір тойғанымша жедім-ау. Талқан күйзегендей күрсілдеттім-ау. Былай ұстап аламын да аузыма толтырып тұрып, әй, күрсілдетіп кеп шайнаймын. Қоңырдың бер жағындағы сайға келдім де, торы жорғаны шылбырмен тұсап қойып, қант пен ірімшікті қосып жеп, су ішіп рахаттанып тойып, көк шөптің үстінде жатқам. Ұйықтап қаппын. Көзімді ашып қалсам, күн батып кетіпті. Атқа міне салдым да ауыл қайдасын деп аңыраттым. Міне, екі қалтамда да қанттың ұнтақтары әлі жүр, деп ол екі қалтасын айналдырған. Біз алақандарымызды тосып, түйір-түйір қанттың үгінділерін тілімізге тигізіп, соның өзіне мәз боп қалдық. Нұғман, дәр алдың ба деп сұраса не дейсің? Ой, сол нені білет дейсің, алдым дей салмаймын ба? Міне мына бір қалбырға солидол мен ақ топырақты араластырып шылап-шылап салып алдым. Сенбесе осыны көрсетем дәрі деп. Кеңсе жақтан атқа мінген Нұғман шыға келді. Ал дайынсыңдар ма балалар? Дайынбыз. Онда қазір Жарбұлақтағы күздікке барыңдар. Ой, алыс қой. Жаяу қалай барамыз? Тәйірі, сендерге жер алыс па, жарысып ойнап қазір жетіп бармайсыңдар ма? Түсте арттарынан ыстық тамақ жібергізем. Ал Әжібек бригадир, сенің бұл тұрысың не? Баста бригадаңды. Өзің кеше емханаға барып қайттың ба? Барып қайттым. Дәр алдың ба? Алдым, мінеки. Деп Әжібек әлгіндегі қалбырды көрсетті. Дұрыс болған екен. Ал енді бригадаңды баста өзің. Бәріміз Әжібектің аузына қарадық. Немене тұратыны бар? Кеттік күздікке, деді Әжібек. Әжібектің бастауымен Жарбұлақтағы күздікке қарай тартып кеттік. Ауылдан ұзап шығып, төбе асқаннан кейін Әжібек бәрімізді иіріп тоқтатты. Ақмақтар, жұмысшыға бастықтың көлік бергенін қашан көрмедіңдер? Деп бәрімізді сөгіп алды. Мұндайда тапқырлық керек. Әне, өгіздерді көрдіңдер ме? Бақтаршысы жүр ғой. Көлбай керең өлсе жолатпайды. Қазір мен оның жөнін табам, деді Әжібек. Сөйтті де бас киімін алып бұлғап Көлбай кереңді шақырды. Ат үстінде одырайып біз жаққа қарап тұрған Көлбай керең далбақтап шауып жетіп келді. Ассалаумағалейкум, деді Әжібек. А, деді Көлбай керең естімей. Әжібек оның қасына барып құлағына айқайлады. Ассалаумағалейкум деймін, деді. Әлейкүссәләм, деді Көлбай керең ақырын ғана. Сізді Байдалы ауылға келіп кетсін деді. А? Сізді Байдалы ауылға, деп Әжібек аттандай айқайлады. Мына өгіздерді қайтем? Көлбай керең тағы да ақырын сөйлеп. Өгіздерді қасқар жемейді, өздер жайлы тұрады. Мейлі онда, барсам барып қайтайын, деді де Көлбай керең өгіздер жаққа бір қарап қойды да, жусай жайылған олардың ешқайда кетпейтініне көз жеткендей болған соң атының басын ауыл жаққа бұрып, бүлк-бүлк желіп жүріп кетті. Көлбай кереңнің қарасы көзден таса болысымен-ақ өгіздерге екеу-үшеуден мінгесіп алдық та, өңкілдете жарысып Жарбұлаққа аттандық. Күздікке жетісімен өгіздердің бетін кейін қарай қайырып, ұрып-ұрып қуып тастадық. Әжібек адымдап әрқайсымызға жер өлшеп берді де, ал жүгермектер, қиқаңдағандарыңды оңдырмаймын, дұрыстап істеңдер жұмысты, деп өзі әудем жерге бұрып, бұталардың басын байластырып күрке жасауға кірісті. Онан соң ішіне қалыңдап шөп төсеп, соның үстіне созыла жатты. Әй, дұрыс істеңдер, деп басын шығарып анда-санда айқайлап қояды. Белуардан кеп қалған астық масақ жара бастаған, үлп еткен жел үрлеп өтсе-ақ болғаны судың бетінде жыбырлап, толқындала жөнеледі. Арам шөптер астықтан гөрі биікте өсіп кетіпті. Алабота, сасыр қорай, сиыр құйрықтар мен мұндалап анадайдан көрініп тұрады. Орақты қылышша сермеп қиып түсіреміз де мәз боламыз. Өзіміз ұрыс даласындағы батырларымыз деп арам шөптер фашистер. Өстіп бір-бірімізді кеу-кеулеп, елігіп жүріп, талай жердің арам шөбін қалай отап тастағанымызды білмей қалыппыз. Бір кезде арт жағымыздан Әжібектің «Ойбай, аттан, тығылыңдар!» деген даусы шықты. Жалт-жалт қарадық. Әжібек зымырап кеп егіннің ішіне қойып кетті де,
еңкеңдеп бұға қалды. Енді көрдік, осылай қарай Көлбай керең шүйіле шауып келеді екен. Лездің арасында барлығымызда бөденеше жып-жып етіп егіннің арасында бұға-бұға қалдық. Көлбай ентелеп кеп егіннің шетінде бізді сықпырта боқтап тұр. Атымен егінге кіріп аралап іздеуге батпады. Біраз қамшысын үйіріп, доқ көрсетіп қоқаңдады да, көзіне тірі жан түспеген соң айналып өгіздеріне кетті. Ішегіміз түйілгенше күліп алдық та арам шөп отауға қайта кірістік. Түсте өгіз арбамен ыстық тамақ та жетті. Байдалы өзі бастап келіпті. Біраз аралап біздің жұмысымыздың сапасын көрді. Әзірге жаман емес екен деп қойды. Онан соң бәрімізді Әжібек жасаған үйшіктің қасына қатар-қатар отырғызып, аспазшы әйелдерге «Аяма, тойғандарынша бер» деп бұйырды атала көжеден. «Езі бар ма?» деп сұраған Әжібек. Сол-ақ екен, Байдалының Әжібек дегенде шиқатының басы жұлынды да кетті. Шақша бас, саған еті бар көже керек екен ғой, деп қамшысын үйіре ұмтылған. Әжібек ыршып тұрып қашып үлгерді. Саған еті бар көже керек екен ғой. Кәне жақындаш бермен, мен саған еті бар көжені көрсетейін. Сенен көрген қорлық па, шектен астау. Кеше торы жорғаны кешке дейін шапқылап қан сорпа қылдың. Бүгін ғой, анау кереңді алдап жіберіп бүкіл өгіздерді былай міндің. Қыс, көктем әбден титықтап шыққан байғұс хайуандар аз күн демалсын деп ем. Сенің қорлығың ба? Сенің қорлығың өтті әбден. Өгіздерге жалғыз мен міндім бе? Мыналардың бәрі де мінді. Сен болмасаң осылар білер ме еді сол қулықты? Бәленің бәрі мына сенен шығады. Желкеңді қияйын ба осы, Бірақ қанша ұмтылып тап бергенмен Әжібекті ұстай алмады. Ақыры ыза болған Байдалы: «Сен итке көже тұрмақ көк су жоқ, аштан қатырам», деді. Біз сүт қатқан атала көжені екі аяқтан ішіп ыңқия тойып алдық. Тамақ тасыған өгіз арбаны алдына салып Байдалы пішеншілерге кетті. Аш қалған Әжібектің қасына кеп, оның аш қалғанына өзіміз кінәлі дей бастарымыз салбырап үнсіз отырдық та қойдық. Әжібек шынымен-ақ қарны ашқан болу керек, көзін уқалап жылап алды. «Осы қақбасқа көресіні бір көрсетермін әлі», деді тістеніп. Онан соң біздерге: «Істемеңдер, қараң қалсын егіндері», деді. Біз бұл бұйрығын үнсіз мақұл алдық. Өстіп отырғанымызда желе жортып Нұғманның келе қалғаны: «Ал, балалар, қалай? Түске дейін жақсы істедік. Аралап тексеріп көріңіз. Ал енді істеуден бас тартып отырмыз», деді Әжібек. Не боп қалды? Себебі не? Себебі, біріншіден мен ашпын. Неге? Байдалы маған көже бергізбеді. Екіншіден, көженің ішінде түйірде де еті жоқ. Қалайша? Сендердің тамақтарыңа деп бір қойдың санын бергізбем ғой. Сенбесеңіз сұраңыз мыналардан. Біз тұс-тұстан: «Рас, көженің ішінде түйірде еті де жоқ», дедік шулап. «Жарайды, оны мен өзім анықтаймын. Әжібек, кәне, сен менің артыма мінгес. Ал сендер, балалар, жұмысқа кірісе беріңдер». Әжібек бастықтың артында көзді ашып жұмғанша мінгесіп те алды. Әлгіндегі мұңаюдың, жылаудың ізі де қалған жоқ. Жүзінде жайраң қағады. «Давай, жұмысқа кірісіңдер», деп бұйырып қойды бізге. Айналасы бірер сағаттың ішінде қайтып оралды Әжібек. «Көжеге де тойдым, Байдалында орнынан түсіретін болдым», деді масайрап. «Біздің тамаққа деп берілген етті өзі жеп қойған екен. Бастық әлгінде бүкіл пішеншілердің алдында масқаралап желкесінен шығарды. Бүгіннен бастап бригадирліктен босатам», деді өзін. Кешкісін ауылға қайтқанымызда жұрт клубқа жиналысқа жиналып жатыр екен. Ондайдан біз қалушы ма ек? Үлкендердің соңғы жағынан қараңғы түкпірде сабан үстінде апыр-топыр алысып-жұлысып біз де отырдық. Біріміздің бас киімімізді біріміз қағып, анда кетті мұндалақ, мында кетті мұндалақ ойнаймыз. «Әй балалар, тынышталыңдар», деді бастық. Сәл тынышталдық. Жиналыс бірінші пішенге әзірліктің басын талқылады. Екінші, ұйымдастыру мәселесі қаралып, колхозшыларға тамаққа деп берілген етті қымқырып қалған үшін Байдалы шал бригадирліктен босатылып, оның орнына менің апамды сайлады. Апам істей алмаймын деп бас тартып еді, жұрт істей аласың деп шулап отырып алды. Қараңғыда біреу қолымды қысты. Әжібек екен. «Молодец», деді сыбырлап. Апамды айтқаныма, әлде соның баласы болған соң мен айтқаныма білмеймін. Жиналыстан кейін үйге қайтып келе жатқанда апам бастыққа: «Нұғман-ай, осы жұмысқа мені бекер сайладыңдар-ау. Соңғы кезде денсаулығым нашарлап барады. Істей алмаймын ба деп қорқам», деген. «Жеңгей-ай, кім денсаулығы жетіскеннен істеп жүр дейсіз? Жә, қорықпаңызшы, істеп кетесіз», деді Нұғман.
Астықтың арам шөбін бір айдан астам отағаннан кейін бастық бізге бір күнге демалыс берді. Ертеңіне пішенге шығатын боп келістік. Бұл кезде жұмысқа едәуір көндігіп мойынсұнып алған едік. Бастық та біздің әжетке жарап қалғанымызды қуанып, келген сайын мақтап риза боп кетеді. Жауды жеңуге үлес қоспады деп ертең сендерді кім айтар екен енді? Азамат болды деген осы, айналайындар, деп қояды. Біз бұрынғымыздан әрмен жанымызды сала істейміз. Оның үстіне бригадиріміз Әжібек те желкемізден түспейді. Әрқайсымыздың жұмысымызды көз айырмай қадағалап, қит етсе бас салып төмпештеп алады. Сөйтіп бір күнге арқамыз босап, демалыс алып, көшенің ортасында ойынға кірістік. Доп қудық, асық ойнадық, одан екіге бөлініп қызылдар мен ақтар боп соғыстық. Әжібек бұл ойындардың бірінде де болған жоқ. Ол түске жақын бірақ шықты үйінен. «Әй жетпегірлер, бері келіңдер», деді самарқау ғана даусы дарылдап. Ұйқыдан жаңа тұрған екен, басы көзі ісіп кетіпті. Шашы ұйысқан мамық. «Бүгін ұйқым бір қанды», деді есіней тұрып. «Әй, Қайрат, анау шәугімді әкеп су құйып жіберші, бет қолымды жуып алайын». Бет қолын жуып тұрып, әрқайсымызға қолының суын сілкіп, біз арша-бұрша түскенге өзі рахаттана күліп мәз боп қалды. Жуынып болған соң бәрімізге бастан аяқ бір қарап өтті де, жақтырмайтындағы әдетімен бет-аузын тыржитты. «Ой, өңшең тобан аяқ қулар, азып-тозып ойнағаннан өзге ғой, ештеңені білмейсіңдер. Пайдалы бірдеңе ойлау деген жоқ қой сендерде». Біз пайдалы ештеңе ойлай алмайтын кінәмізді толық мойындап үнсіз тұрмыз. Рас қой енді, тобан аяқ десе тобан аяқпыз, азып тозған десе азып тозғанбыз. Не дейік? Жайымызды басқа білмесе де Әжібек біледі. Сондықтан өзінен сөз күтіп аузына телміре қараймыз. «Былай жетпегілер, түстен кейін осы араға жиналыңдар, қауынға барамыз», деді. Біз балалар сәл аңтарылып қалдық та артынша біреу: «Қауын әлі піскен жоқ қой», деді. «Кім айтады? Ой, салпауыз, сен нені білушең? Мұрныңды бет қылып жіберейін бе осы? Әне, астық сарғайды ма? Ендеше қауын пісетін кез болды». «Ал, кім барады?» «Мен барам, мен, деп шулап қоя бердік. «Жоқ, бәрің бірдей бармайсыңдар», деді Әжібек. Сөйтті де: «Сен барасың, сен», деп өзіне серіктікке жарайдау деген 10 баланы іріктеп алды. Сол 10-ның бірі мен болдым. Түстен кейін Әжібек бастап күнбатыстағы Ақешкі сайын бетке алып жүріп кеттік. Ақешкі сайы ауылдан 6-7 шақырым болатын. Сайдың ішінде колхоздың мал қыстайтын қораларын күзетіп Тоқтардың әкесі Шымырбай деген жалғыз үйлі шал отырушы еді. Кемпірмен екеуі ала жаздай бақша салып, қауын қарбыз өсіретін. Бақша салуды еріккеннің ермегі сияқты көретін біздің ауыл үшін Шымырбай шалдың қауын қарбызы анда-санда барып, жеп қайтып тұратын таңсық нәрсе ғана болатын. Үлкендер жағы: «Әй, осы Шымырбай алжиын деген шығар сірә. Енді қартайғанда көк шөпті күн көріс қып», деп сыртынан жазғыратын да, қапырық ыстыққа қаңырығы түтеп кеп, суық қарбыздан қарбыта асап, тамсана отырып шөлін басатын. Ал балалар жағы қауын қарбыз пісті дегенше Шымырбай шалдың үйінен шықпаймыз. Ауылдан безіп, үйді ұмытып, Ақешкі сайында көк қарын боп жатып аламыз. Кемпір шалдың күнделікті толып жатқан шаруасын тындырып, баласындай боп кетеміз. Қысқасы бұл кез біз үшін де, кемпір шал үшін де абыр-дабыр қызыққа толы көңілді күндер болатын. Жақсы дәурен еді. Міне, сол Шымырбай шалдың үйіне биыл бірінші рет бара жатырмыз. Қауын қарбыздың піскен-піспегенін әзірге білмейміз. Бар үмітіміз, дәлеліміз Әжібек айтқан астықтың сарғайған белгісі. Өйткені қауын қарбыз бұл кезде пісуі тиіс. Қара жолдың ыстық топырағын борпылдата отырып, бірде жарыса жүгіріп, бірде аяңдап күнен кие Шымырбай шалдың үйіне де жеттік. Анадайдан бірі сарыла, бірі аққасқа қабаған иттері арсылдай көтерілген. Әр қайсысы тайыншадай адамның зәре құтын қашыратын төбеттер еді. Жалаң аяқ, жалаң бас тырыңдап келе жатқан біздерді сонадайдан танып көріп тұрған Шымырбай: «Жә, жатыңдар», деп иттеріне жекіп тастады. Біз болсақ: «Ассалаумағалейкум ата, ассалаумағалейкум ата», десіп жамырасып алдына келдік. «Уағалейкум ассалам, ой, үлкен азамат болыңдар», деп шал риза болып сәлемімізді алды. Әрқайсымызға көз қиығын сала тұрып: «Опай, өздерің былтырғыға қарағанда дұрдай жігіт боп өсіп қалыпсыңдар ғой», деп қойды. «Әй кемпір, мына қонақтарға айран бер. Ал, балалар, үйге кіріңдер, мен мына бір шөпті түсіріп тастайын. Жөн сұрау сонан кейін болады да». Сөйтті де қарт
есек арбаға тиелген шөпті түсіруге қайта кірісті. Шөпті жаңағына тиеп әкелген беті болса керек. Бір-екі ашадан кейін алаша шекпенін шешіп, есік алдындағы бақанға апарып іліп қойды да, әр жерінен ыдырап, сетіне бастаған бәтес шейдесінің жеңін қайырды. Маңдайының терін сүртіп, бөркін қайта киіп алды. «Әй, желтірек деме, абайла, шаншу ұстап қап жүрмесін», деп қойды кемпірі. Онан соң бізді жақтырмаған кейіп танытып жыртия бір қарады да, «Әне, отырыңдар», деді лапастың ішін нұсқап. Біз құрым киіз төселген лапастың ішіне кеп жайғаса отырдық. Өзімізге бұрыннан таныс талай аунап-қонап жатып жүрген лапасымыз жылда келген сайын діңгек тіреулерге ескерткіш қып ойып, яки сия қарындашпен әшекейлеп жазып кеткен аттарымызды да сол күйі. Кемпірдің де жақтырмаған көңілімізге алғамыз жоқ. Өйткені мінезі өзімізге мәлім. Әуелде өстіп қабағын кіржейтіп бырсып тырысқанымен артынан жаны қалмай асты үстімізге түсетін болады әлі. Сондықтан дегенде жып-жуас боп монтиып отыруымыз керек. Сәлден кейін кемпір үйден ағаш шелекке толтыра құйылған айран алып шықты. Жаңа ғана ұйыған, әлі шеті ойылмаған уыздай боп мөймілдеп тұрған айран екен. Қышқылтым иісі аңқып сала берді. Ернімізді бір-бір жалап үлгердік. Кемпір болса асықпай, әуелі бір шетінен сыры көшкен ескі тостақанға бір-екі қасықты құйып алды да, «Пісмілда», деп өзі ұрттап дәмін көрді. Сонан кейін ғана сол жалғыз тостағанмен шетімізден жағалатып бере бастады. Тостаған кіші ме, әлде біздің қарнымыздың аштығы ма, бір тостаған айран бұйым құрлы болған жоқ. Сіміріп салдық та, ернімізді жалап, тамсанып отыра бердік. Бірақ кемпір тостағанды бір жағалатқаннан кейін қайтып құймады. Әлден уақытта шөбін түсіріп боп Шымырбай қарттың өзі келді. Бір тостаған айранды ұрттай отырып ішті де, «Әй, кемпір, әлгі Тоқтаржаннан келген хаттарда келші, мына балаларға оқталық», деді. Кемпір үйіне кіріп кетті де, бәтеске ораулы бір бума хатты алып шықты. Онан соң аяқ жаққа отырып, бәтестің орауын жазды да, әліпті таяқ деп танымаса да, әр хатқа үңіле қарап қойып, «Бұрын келген хат осы», деп әуелі бір хатты ұсынды. Ішімізде хат оқуға жүйрік Санат деген бала бар. Бәріміз соны меңзедік. Санат хатты қолына алды да судыратып оқи жөнелді. Хатты судыратып оқуы да мақтаныш. Бірінші хатта Тоқтар жараланып, госпитальға түскенін жазыпты. Жарақаты жеңіл екен. Оқ бүйірін жалап өткен көрінеді. Хатты бұрында ары өткен, бері өткендерге талай оқытып, талай жылаған кемпір бұл жолы да егі кемсеңдеп қоя берді. «Жарығым, қайтып шыдады екен, жанына батпады дейсің бе?» деп күңкілдеп қойды. «Жә, енді қоя тұр, шыламай», деді Шымырбай. Санат келесі хатты оқыған. Мұнда Тоқтар жарақатының жазылып қалғанын, тәуір болғанын жазыпты. «Иттің баласының еті жақсы еді, маған тартқан. Қандай жара болса да ем-домсыз тез жазылып кететін», деп Шымырбай мәз бола сөйледі. «Ие, со қашанда өзіңді қолпашта, байқұс», деді көз жасын сүрткен кемпір. Санат үшінші хатты оқыды. Онда да со госпитальда жатқанын, тәуір болғанын жазыпты. Ал төртінші хатты қайтадан майданға аттанып бара жатқанын жазған. Бесінші хат майданнан жазылыпты. Жауып тұрған оқтың астындамыз депті. Кемпір тағы да жылады. Алтыншы, жетінші хат бәрі де со жауып тұрған оқ астында жазылған екен. Ең соңғы хат осыдан бір ай бұрын келген. Онан кейін хат жоқ. Шымырбай қарт орнынан тұрып кетіп, әр нәрсені бір шұқылай бастады. Сірә бізге көз жасын көрсеткісі келмеген болар. Кемпір болса ағыл-тегіл жылап отыр. Үн шығармайды. Бірақ көз жасы тыйылар емес. «Құлыным, қайда жүр екен?» деп ақырып күрсінгенде біздер де жас толып қалған көзімізді бір-бірімізден тайдырып, жер шұқысып кеттік. Әлден соң кемпір беті қолын жуып кеп, әлгіндегідей емес кәдімгідей дастархан жайып, үйден аладорманы алып шығып, бір табананды алдымызға қолмен опырып тұрады да, әлгіндегі ағаш шелектегі айранды араластырып қайта құйды. Бұл жолы әрқайсымызға жеке-жеке тостаған тиді. Біз табананды аузымызға бұралай тығып, шайнамай қылғытып, айранды қомағайлана сіміреміз. «Іше ғой айналайын, кәне тағы ішші», деп кемпір де үстелей түсті. Ағаш шелектегі айранды, дорбадағы нанды әп-сәтте сап болды. Қарнымыз қампиып, қозғала алмай қалдық. Бір-бірімізге мұртымыздан күле қараймыз. Кемпір болса, «Айналайындар», деп елжіреп отыр. Ауық-ауық ұлы есіне түсіп кететін болу керек.
Ох, деп терең күрсініп қояды. Керіліп созылып орнымыздан тұра бастағанбыз. Шымырбай қарт қасымызға қайтып оралды. Ал, балалар, жол болсын, деді. Біз жымың-жымың етіп бір-бірімізге сен айт дегендей түртпектесіп тұрдық та, ең соңында бәріміз жол басшымыз еді-ау деп Әжібекке тоқталдық. Қауын жегелі келдік, деді ол түйеден түскендей етіп. Бар бұйымтайларың сол ма? Жөн, деді Шымырбай шал сақалын тарамдай тұрып ойланған кейіпте. Бірақ менің бір қысылып тұрған жайым бар, балалар. Қауын әлі піскен жоқ қой. Әне, пәлекте жатыр, деп үйіргесінен 100-150 қадамда жердегі жыраны кеулеп салынған бақшасын нұсқады. Төңкерілген қара қазандай үлкен-үлкен қарбыздар теңкейіп көрінеді. Қызыға көз тастап бір-бірімізді тағы да түртпектейміз. Әнен қараш, деп Сынат маған бір сыбыр ете қалды. Көкесектің алдында бір үлкен қарбыз жарылып жатыр екен. Әжептәуір. Қан жүгіріп қызара бастаған қарбыз. Енді бәріміз сол қарбызға қарап қаппыз. Міне, көрдіңдер ме? Әлі піспеген. Мал үзіп кеткен екен кеше. Жарып, көкесектің алдына тастадым, деді қарт әлгі жарған қарбыздың бір бөлегін аяғымен қозғап. Әжібек сол жарты қарбыздың үстінен төніп түсе жаздап тұр. Бұлай болсын, балалар. Сендер араға енді бір 10 күн салып келіңдер. Бір қарық қылайын бәріңді де, деді Шымырбай. Біз қипақтасып кете қоймай, біресе көкесектің алдындағы жарылып жатқан қарбызға, біресе анау пәлекте теңкейіп жатқан қарбыздарға қарай бергенбіз. Тоқтаржанның көкесі-ау, көк қарбызды аяйсың ба? Біреуін әкеп жарып бер балаларға көрсін, деді осы кезде кемпір. Сен де қызықсың, піспеген жемісті үзуші ме еді? Ол болмайтын ырым, деп Шымырбай қарт кесіп тастады. Сөйтіңдер, балалар, енді 10 күннен кейін келсеңдерші. Басымыз салбырап, сүлесоқ басып, келген жолымызбен ауылға қайттық. Күнен кейіп көлеңкеміз ұзара бастаған. Алдымызға түсіп ап, ербең етеді. Қол аяғымыз шиедей ұп-ұзын, басымыз соп-сопақ. Менің көлеңкем анау деуге намыстанасың. Біріміздің көлеңкемізді біріміз мазақтап, жыртақтап күлеміз. Асқабаққа теңейміз, қиярға теңейміз, астауға теңейміз, келсапқа теңейміз. Теңемейтін затымыз қалмады. Жыланша бұралаңдаған ерек жолмен біріміздің артымыздан біріміз тізіліп жотаның үстіне шықтық. Иіріле қарап кейін қарағанбыз. Шымырбайдың үйі табанда сай ішінде жапырайып кіп-кішкентай ғана боп қалыпты. Мұржасының түтіні будақтайды. Тасада тығылып отырып тартқан шылымның түтіні сияқты. Қарттың өзі қорасының төбесінде бағанағы шөбін жаймалап жүр. Кемпірі есігінің алдында күйбің шаруаға кіріскен. Ал көкесек ойыншық сияқты кіп-кішкентай боп сол бір орнында сілейгенде қалған. Бір қарбызын аядау мына шал, деді Әжібек тісінің арасынан сөйлеп. Зәуіммен сонау ауылдан келгенімізде көкесегі құрлы болмадық қой. Қап қорлығай мына қақпастың. Әуелі ренішпен жай бастаған сөзінің соңын кіжіңмен аяқтады. Ал енді едегескенде бар ғой. Бүгін осы шалдың қауын қарбызынан дәм татпай кетпеймін. Мен де, деді Қайрат іле қоштап. Мен де, деді тағы бір бала. Солақ екен тұстан бәріміз де, мен де деп шуласып кеттік. Айтқанымнан қайтпаймын. Ант етем сендердің алдыларыңда, деп Әжібек оң қолын көкірегіне апарып, батып бара жатқан күнге қарап тағзым еткен. Мына қылығы бізге мүлде қатты әсер етті. Кәдімгі үлкен жорық алдындағы ерлік антындай. Дереу бірімізден кейін біріміз Әжібектің сөзін қайталап, батар күнге қарап тағзым ете тұрып ант бердік. Жүріңдер, күн батқанша анау қылтада жасырынып жатамыз, деді Әжібек. Шабуылға шығардың жоспарын сол жерде ойластырамыз. Әжібектің айтқаны біз үшін екі дегізбес заң. Қайратпен және бір баланы барлау шығып жотаның үстіне отырғызып қойды. Ол екеуі Шымырбай шалдың үйіне біреу кеп, біреу кете ме, түнге қарай не істеп не қояды, соны тегіс бақылауға тиіс. Қалғандарымыз тасаға барып жасырынып жаттық. Бастаушымыз өзің. Бір саған сендік дегенде бәріміз Әжібекке қарай береміз. Кәне, мені бір жыбыр-жыбыр жасап жіберіңдерші, деп ол ет бетінен жата кетті. Тау шөптерінің арасынан бір-бір шоқтан таңдап алып жыбыр-жыбырға кірістік. Әжібек тағы да, ой, есінен танып рахатқа батты дейсің. Шетімізден мақтау естіп мәз боп қалдық. Бәрің менің сарбазымсыңдар, оң қолымсыңдар, деп бір тастады. Бүгіннен бастап жұбымызды жазбайтын боламыз. Біреуіңе қиянат істер адам болса, ол біздің бәріміздің қас жауымыз. Шіркін, сол кезде жер үстінде біздерден бақытты жан болды ма екен? Әй қайдам,
Әжібектің қарамағында болу, оның айтқандарын қалтқысыз атқарып нөкері болып жүруден артық не арман бар еді бізде. Үсті басы әбден қызарып, қотырларының аузы қанталаған Әжібек орнынан тұрды. Жыбыр-жыбырға осы жердің шөбінен алып кету керек екен, деді. Алып кетуге болады. Мен мына жейдемнің етегін ышқырланып алам да ішіне салып жүрем, деді мәймөңкелеген бір бала. Мен де сөйтіп алам, деді екінші бала. Қойш, қысқасы әлгі жердің шөбінен бәрімізді жейдемізді қампитып тығып алдық. Кештің түсуін күтіп иіріліп отырмыз. Күн қып-қызыл боп шелденіп батуға таяу. Найза тастардың ұштары бояулы қарындаштай қызыл күрең тартып жан-жақтан состиып тұр. Аспандағы алашыбар бұлттардың бауыры жарып-жарып қойған қарбыздай қып-қызыл. Хе, шіркін, қазір күн батсын кішкене, аш бөрдер тиісерміз бүйірден, деп сақылдай күлді Әжібек, батырлар жырын оқығандай мақамдап. Діңкелеп шаршаған күнде ұясына барып қондау ақыры. Найза тастар ымырт қараңғылығына сұғынып, қарауыта бастады. Тау жақтан салқын самал соқты. Бойымыз сәл тоңазып, орнымыздан шиырға көтерілдік. Шабуылға шығатын тұсты бағана күн жарықта Әжібек белгілеп қойған. Шымырбай шалдың үйінің желке тұсындағы тік қабақтан дәл қауындықтың үстіне құлап түспекпіз. Жегенімізше жеп, көтергенімізше алып, ушусыз сол тікпен қайта көтеріліп кетпекпіз. Біздің жоспарымыз бойынша Шымырбай ол тұстан ұры келеді деп күтпейді де, ештеңені сезбей қалады. Әлгі тік қабаққа келдік. Алды-артымызға қарамастан төмен қарай шұбыра домалап жөнелдік. Қалың бөргез, тобылғы, қараған өскен жықпыл-жықпыл тастар көп қия екен. Әзер түстік. Алдымыз қауындыққа жетіп, бір-бір қарбызды көтеріп ұрып, енді бас қоя бастағанбыз. Шымырбайдың бағанағы тайыншадай төбеттері аршылдап қоя берместері бар ма? Ең болмаса бір асап үлгермеген жарулы қарбызды тастай сала, кейін қарай зыттық бәрімізде. Сүріне қабына бірімізді-біріміз басып кетердей боп тік қияға қаштық. Төбеттер арсылдап жетіп те қалған. Артқы бір-екі бала қорыққандарынан бақырып жіберді. Осы кезде үй жақтан «Майлаяқ, Құттыбек, кә» деген Шымырбайдың даусы шығып жанымыз қалды. Екі төбетте ұмтылғандарын қойып, жай ғана арсылдап үріп, кейін қала берді. Біз болсақ өліп өшіп, екі өкпемізді қолымызға алып, қияның үстіне шықтық. Бөргес тікенмен бұталар үсті басымызды алым-жұлым ғып жіберді. Қияның үстіне шыққан кезде Әжібек «Кәне, тас жинаңдар» деп бұйырды. Егер қуатын болса шалды да, иттерді де тастың астына аламыз. Дереу қараңғыда сипаланып жүріп тас жинай бастадық. Бірақ Шымырбай артымыздан қуған жоқ. Әлден уақытта төменнен «Әй балалар!» деп дауыстады. «Шырақтарым, бұларың не? Піскен жоқ бағана айтпап пем өздеріңе? Міне, піспеген көк қарбызды босқа жарып тастадыңдар. Не шықты содан? Әй балалар-ай, өздерің жейтін қауын қарбыздар еді ғой». Біз тырс етіп дыбыс берместен құлағымызды елеңдей тігіп тыңдап тұрмыз. Демігіміз әлі басылар емес. Шымырбай тағы бірдеңелерді айтып күңкілдеп сөйлеп жүр. Арпылдап үріп қойған иттеріне «Жә, жатыңдар әрі» деп жекіргені естілді. Кемпірі келді. Екеуі күңкілдей сөйлесіп біраз жүрді. Онан соң «Әй балалар» деп бізге бір-екі рет дауыс берді де, жауап болмаған соң иттеріне ертіп үйлеріне кетті. Сірә бізді де кетті деп ойласа керек. «Бір жола ұйықтасын енді» деп қойды Әжібек. «Қап, жаңағы менің жарғаным піскен қарбыз еді, алып кетті-ау, Мен ортасынан бір асап едім, тәтті екен», деді Қайрат. Біз сұлып отырғаннан ұзақ отырдық. Қараңғылық әбден қоюланды. Табанымыздың асты тастай қараңғы шыңырауға айналды. Үңірейіп жатыр. Бір кішкентай ғана от жылт-жылт етеді. Шымырбай шалдың есігінің алдындағы қоламтаның оты. «Ал, еріңдер соңымнан, домалап кетпей абайлап түсіңдер», деп сыбырлап бұйрық етті Әжібек. Өзі төменге қарай қараңғылыққа сүңгіп кетті. Аяғы астындағы тастардың тықыры, бұта-бұтаның сыбдыры ғана естіледі. Қалғандарымыз жүрексініп іркіліп қалғанбыз. «Жүріңдер», деп зекіген бұйрық естілді төменнен. «Тек дыбыс шығармаңдар». Қараңғыда қолымызға ілінген бұта-бұталардан қарманып, ұстанып, бізде домалана жөнелдік. Тік қия, өте тайғақ, мүлт бассан кеткенің. Бөргес тікендері сойдиған бұталар үсті басымызды жұлмалап, тырналап келеді. Аяқ асты қырлы тастар сүрініп, омақаса жаздайсың. Табанды тілгілейді. Сүріне қабына қауынға да жеттік. Әжібек үлкен бір қарбызды жерге көрсеткізіп қойып қап, қақ айырып қолды салып жіберді. Қомағайлана асайды. Қолымызға ілінгенде біз де жерге қойып қап, бір-бір асап үлгердік. Піспеген аппаш екен. Тастай бере келесі бір теңкейіп жатқанды көтеріп ұрдым. Сөйтіп, қозы қораға түскен аш бөрлердей әпсәтте қауындықтың үстін әлем тапырақ қылдық. Қолға іліккеннің жарылмағаны қалмады. Жесек те, жемесек те жара бердік.
Білдірудің құмарлығы қызығы әбден билеп алған бойымызды. Әуелде үнсіз келіп сақтықпен кіріссек те, сәлден кейін кейбірімізді есірік жеңіп, дыбыс шығарып, ахлеп-ухлеп, бір-бірімізге дауыстай мақтанып, мүлдем есіріп кеттік. Шу-шу етіп аяғымызға ілінген қарбыз желілерін тепкілеп үзіп, қараңғыда қарбызға таласа бастадық. Осы кезде Шымырбайдың қос төбеті тағы да арпылдап үре бастады. Біреуі тіпті ұлы болып үрген. «Жә, өй, өз басыңа көрінгір» деген шалдың даусы шықты. Біз тағы да зәре-құтымыз қалмай кейін зыттық. Тағы да бұта-бұтаға бет-аузымызды жырғызып қияға өрмеледік. «Тас, тас, тас алыңдар, ит тұратын!» деп бұйырды Әжібек. Бірақ бір таңғаларлығы, үй жақтан жұлқынып үргендері болмаса, иттер әлгіндегідей қуған жоқ соңымыздан. Оның есесіне: «Әй, иттің балалары-ай, сендерді ме?» деп ақырған Шымырбайдың даусы өте жақыннан естілді. Сірә өзі қуып келе жатса керек. Біз қияның орта тұсына таяп қалғанбыз. Балалардың біреуі үлкен бір тасты сайға қарай домалатып жіберген. Сайдың іші салдырлай жөнелді. Сөйткенше болған жоқ, тағы біреу тас домалатты. Алды-артымызға қарамай тағы зыттық. Соңымыздан салдыр-гүлдір домалаған тастардың жаңғырығы «О!» деп күңірене айқайлаған Шымырбай шалдың даусы естілді. Біздерді қарғап-сілей бастады. Көпке дейін басылған жоқ. Тау арасын жаңғырықтырып, зарлай созған даусы естілді де тұрды. Біз сол қашқан бойда екі шұтанып асып барып, бірақ тоқтадық. Алдымызда келе жатқан Әжібек кейін қайырылып: «Түгелсіңдер ме?» деп сұрады. «Түгелміз». «Ештеңе алдыңдар ма?» «Мен 2 қарбыз алдым», деді Қайрат. «Маладес, мен де 2 алып қашып едім, біреуін домалатып алдым», деді Санат. «Мен мына бір үлкен қарбызды алып шықтым», деді тағы біреу. Сөйтіп ұрлап шыққан қауын қарбыздарымызды ортаға салдық. «Ал енді бұларды ауылға апаруға болмайды», деді Әжібек. «Осы арада отырып рахаттанып жеп алайық». Айдалада түннің бір ортасында су татыған көк қарбыз бен көк қауындарды дірдектей отырып жеп алдық. Ертеңіне үй ішіндегі абырда-абырдан ерте оянып кеттім. Бет-аузым түндегі жеген қарбыздан сірне-сірне болып тырысып қалыпты. Ернімді жалап көрген едім, дүрдейіп ісіп кетіпті. Ұшық шыққан сияқты. Үй ішінде әжем мен көрші кемпір сөйлесіп отыр екен. «Сорлы Шымырбай, сорлады ғой», деді әжем күйзелген үнмен. Мен елең етіп құлағымды түргем. Тоқтардан қаралы қағаз кепті. Ауылдың ақсақалдары жиналып, соны есіртуге барғалы жатыр екен. «Түү, мен де бір түндегі жорығымызды естіп қойды ма деп зәрем ұшса, қаралы қағаз екен ғой», деп ойладым. Бұ балалық дегенді қойсаңшы. Сол бір оқиға есіме түссе, күні бүгінге дейін кірерге жер таппай қысыламын. Сонымыз не біздің? Неге біз сондай болдық? Жалғыз үй шал кемпірге не үшін қиянат жасадық сонда? Жазғы не еді бұлардың? Неге? Бәлкім, балғын балалығымызға жара салған соғыс кінәлі шығар. Күтімсіз өскен жабайы алмадай ащы болуымыз да содан шығар. Жабайы алманың тісті қармап сырқырататын тәрізді жанға бадар қылықтар істеуіміз де содан шығар. Кім білсін? Бір нәрсе ғана ақиқат. Өзің ақымақ әрі қорқақ болсаң, жауыз болуың да оп-оңай. Тек бастаушың болсын. Сәлден кейін Нұғман кешегі қауынға ұрлыққа аттанған барлығымызды кеңсеге шақыртып алды. Менің апам да осында екен. Екеуі де түнеріп ашулы отыр. Бізге жек көріп суық қарайды. Ортамызда Әжібек жоқ боп шықты. «Әлгі басшысы қайда бұлардың?» деді Нұғман біздерді шақырушы балаға. «Ол таң атпай тұрып, станциядағы нағашысына кетіпті. Сол жақтан жұмыс істеп, оқу оқимын дейтін көрінеді». «Қашқан түрі ғой. Сол жақтан ақ ұстаймыз оны. Ал сендерді қазірден бастап анау тас қораға 10 күнге қаматам. Ешқандай тамақ бергізбеймін», деді Нұғман біздерге түйіле қарап. «Сендерде ұрыларды аштан қатырғаннан басқа амал жоқ». Біздер зәре-құтымыз қалмай дірілдеп кеттік. Нұғманның тас қораға апарып 10 күн бойына қамайтынына, еш тамақ бергізбей аштан қатыратынына титтей де күмәніміз болған жоқ. Мен араша түсеме дегенде апама қарағам. Мүлде селт етер емес, қабағын қарсы жауып алған. Алдында баласы мен емес, тура бір фашист отырғандай түсін бермейді. Нұғман одан: «Сіз балаңызды қамағанға қарсы болмайсыз ба?» деп сұраған. «Жоқ, қарсы емеспін. Алыс бір жаққа айдатып жіберсеңіз тіпті жақсы болар еді. Мұндай қарақшы баланың маған барынан жоғы», деді апам түңілгендей. Мен шыдай алмай жылап жібердім. «Апатай-ай, ендігәрі онда ештеңе істемеймін. Кешірші мені, кешірші». Сол-ақ екен, басқа балалар да шуылдап жылап қоя берді. Олар да бастыққа, менің апама өлердегі сөздерін айтып, жалынып жалбарынып кешірім сұрап жатыр. «Жарайды»,
деді әлден уақытта Нұғман. Бір жолға кешірейік, ендігі әрі олай істеуші болмаңдар. Істемейміз, енді Әжібекке ілеспейміз, деп бір ауыздан уәде бердік. Барыңдар, деді енді Нұғман даусын жұмсарта сөйлеп. Бір сағаттан кейін пішенге баруға дайындалып, осы кеңсенің алдына жиналыңдар. Байдалы арбамен Қоғалы бұлаққа апарып салады. Айтқанындай бір сағаттан кейін қос ат жегілген Байдалының арбасына тиеліп, ауылдан 6-7 шақырымдағы пішеншілердің қосы Қоғалы бұлаққа жол тарттық. Қос көк ат бастарын шұлғып қойып, сонадан құрған шақтап, өздерін-өздері құйрықтарымен собалап, бүлк-бүлк желеді. Арба борпылдақ қара жолмен былқ-былқ етіп тербеледі. Төңіректегі балқұрақ сәске күннің қыздыра бастаған аптабына майланған қайсыша балбырап былқып тұр. Гүл қуған неше түрлі көбелектер сайпалақтай ұшып аттардың бауырына, арбаның астына кіріп кете жаздайды. Ал шегіртке дегенің жыртылдап айырылып жатыр. Аттың шашасынан шашылған құмдай бытырайды. Байдалы шал дамылсыз сөйлеп келеді. Бар сөзі Әжібекті жамандау. Бас бітімі жаман ғой, иттің шақшадай боп. Әй, әсте жақсылық шыға қоймас ол бастан. Ол ма? Ол әлі жер өртейді. Көріңдер де тұрыңдар. Осы айтқаным келмесе, мына мұрнымды кесіп берейін, деп қояды. Қоғалы бұлаққа жеткен соң әрқайсымыз бір-бір өгіз сүйреткінің басына мінуге бөліндік. Мен әуелден-ақ Нәзира әпкемнің жетегіндегі сүйреткінің басына мінуді меншіктеп алғам. Солай қарай жүрдім. Мені анадайдан таныған Нәзира әпкем де жайраң қағып қуанып қарсы ұмтылды. 10 күндей көрмегенге сағынысып қаппыз. Мені бауырына қысып құшақтап, бетімнен, көзімнен сүйді. Осы күнге әбден қарайыпты. Және бір байқағаным бұрынғыдан да көрі өсіп, толысып кеткен сияқты. Мұрнының үсті шып-шып тершіп тұр. Құшағы да, демі де ып-ыстық екен. Мені де лезде терлетіп жіберді. Әжем, апам ауырмай ма? Балалар қалай? Ауылда не жаңалықтар бар? Маған хат келген жоқ па? Деп бастырмалата сұрап жатыр. Әрине хатты кімнен күтетінін мен жақсы білем. Бәрі аман, бәрі жақсы, ешқандай хат келген жоқ, деймін мен, бірақ көзіне тура қарап айтуға жүзімді ауламай теріс айналдым. Тоқтардан келген қаралы қағаз есіме түскенде жүрегім сусылдап қорқып кеттім. Ал жарайды, кейін сөйлесерміз. Кәне, өгізге мін, деп аяғымнан көтеріп мінгізді. Келгендерің жақсы болды ғой, әйтпесе өзімізді өгіз жетектеп, одан шөмеле тиеп, итәуре болып жүредік. Мен өгіздерді қақпайлап, шөмелерді жағалата жүріп отырдым да, әпкем сүйреткеге шөп тиеуге кірісті. Қимыл қозғалысы нық, қарулы, анда-санда маған күле қарап қояды. Сүйреткеге шөпті таудай қып тигеннен кейін салынып жатқан маяның түбіне әкеп, маяшыларға көтеріп бере бастады. Маяның үстінде көлбай керең екен, қағып алып жаймалайды. Балалар, айтсаңдаршы, ауылда не жаңалық бар? Ешкімнен жаман хабар жоқ па? Деп сұраған. Осы арада Қайрат. Ойдағы Шымырбай шалдың баласынан қаралы қағаз келді, деп дүңк еткізіп қойып қалды. Не дейді? Не дейсің ойбай, Тоқтардан ба? Десіп әйелдер шу ете түсті. Нәзира әпкемнің отыра бергені сол еді. Көзі шарасынан шыға жалт етіп Қайратқа қадалды. Қайрат болса қаннен қаперсіз қаралы қағаздың қашан келгенін, ауыл ақсақалдардың жиналып Шымырбайдікіне ескертуге кеткенін егжей-тегжеймен айтып шықты. Енді бір сәтте тегіс Нәзира әпкеме қарай қалған. Ол басын құртқан күйде өңі бұзылып, сұрланып, өне бойы дір-дір етіп, менің білегімнен тастай қып қысып ұстап алды да, мелшиіп отырды да қойды. Тоқтарды есіне алып, көздерін сығымдаған, әке-шешесіне жанашырлық айтқан әйелдердің сөздеріне де селт еткен жоқ. Алдына қойылған бұламық көжеге де қол созған жоқ. Сол күйі қалды. Жұрт орындарынан көтерілген кезде ол да тұрып, мені ертіп, әлгіндегі сүйреткіні доғарған жерімізге қарай жүрді. Жасаурай берген көзін маған көрсеткісі келмей аспанға, алашабыр бұлттарға қарады. Кешке дейін ләм деп сөйлеген жоқ. Жұмысты үнсіз істеді. 2-3 рет айырға сүйене тұрып, әбден титықтап шаршағандай жабырқау, жүдеу кейіпте деп күрсініп қойды. Жұмыс қас қарая тоқтатылып, пішеншілер қос басындағы құжынаған жынды көбелектер мен шыбын-шіркейлердің талауына түскендей жалп-жұлп еткен майшамның көмескі жарығында қалғып мүлгіп отырып, кешкі тамақтарын ішті де, әркім қалаған жеріне шөп төсеп, қисая-қисая кетті де ұйқыға кірісті. Мен Нәзира әпкемнің ірге жағына кеп тығылып жатқам. Енді ұйықтап барады екем. Астымдағы қурайлы шөптер сылдыр етті. Селк ете түсіп көзімді ашқам. Нәзира әпкем түрегеп кетіп барады екен. Алды артына қарайтын емес, қараңдап алыстап барады. Ұшып тұрдым да соңынан ілестім.
Қараңғыда аяғыма шөгірлер батып ұшып түсе жаздаймын, бірақ сонда да Нәзира әпкемнен көз жазбай келемін. Қостан көп ұзап алыстап кеттік. Бір кезде алдында келе жатқан Нәзира әпкемнің өксігені, одан үн шығарып жылағаны естілді. Тағы біраз жүре түскен соң кәдімгідей дауыс салып жылады. Әуелде сөйлеп алып жылаған. Неден осынша бақытсыз болдым, неден осынша сормаңдай едім. Жарық дүние-ау, қай күні қарғысыңа шалынып тудым екен. Әкеден айырылғаным анау, сүйгенімнен айырғаның мынау. Неден жаздым, неден? Біраздан кейін сөзді қойып ыңырсып жылап, зарлы жоқтауға ауысты. Өзі дамылсыз жүріп келеді. Шабылмаған қалың шабандыққа шыққамыз. Соны кешіп келеді. Сөйтіп келе жатып жоқтау айтып келеді. Жанына батқан қайғыға қабырғасы қайысып, егіле жылап зар илейді. Мен де жылап келемін. Тоқтарды есіме түсіріп, ол енді еш уақытта Нәзира әпкеме кеп біздің үйді торуылдап жүрмейді-ау деп ойлаған сайын ішім удай аши түседі. Өкіріп жылағым келді. Нәзира әпкем құсап, ішімдегіні мен де сөзбен, зарлы жоқтаумен шығарғым келді. Тоқтар аға деп еңіреп жылап жібердім де алға қарай жүгірдім. Шабындыққа аяғым оралып сүрініп жығылғам. Тұрасап қайта жүгірдім. Нәзира әпкем екеуміздің құшақтарымыз айқаса кетті. Айдалада екеуміз де ішіміздегі құсалықтарымызды ағыттық. Дауыссап, көрісіп тұрып жыладық. Қанша уақыт жыладық, аз ба, көп бе білмеймін. Есімді жиып басымды көтерсем, бозарып, қауынның тіліміндей боп айтуған екен. Айнала төңірек бозамық тартып, майшамның жарығы түскендей боп көмескі көрінеді. Әпкем екеуміз өксігімізді тартып қойып, солығымызды басылғанша отырдық. Ол мені шашымнан сипайды, бауырына тартып қыса түседі. Бауыры жып-жылы. Біреу өкпе тұсымыздан ағараңдап жүріп өтті. Өк! Ой, арам қатқыр өк! Спатай-ау, бұлай қайырсаңшы. Жынды Бүбітайдың даусы. Қорқып кеттім. Байғұс, күнде түн жарымында осы жаққа кеп, жоқ малды қайырып жүргені. Өстіп қаңғып жүріп бір күні далада өліп қалады ғой, деді Нәзира әпкем ауыр күрсініп. Бүбітай өзімен өзі сөйлеп ұзай берді. Бір сәт алыстан зарлаған ән естілді. Қара көзім, жете алмадым жер шалғай, жалғыз өзім. Көпке дейін естілді де тұрды. Біз Нәзира әпкем екеуміз ақырындап аяңдап қос басына қайттық. Шабындық үстін шық басыпты. Аяғым суланып келеді. Өне бойым дірілдеп тітіркеніп қоям. Нұғман Байдалы Әжібек бөлімінің соңы. Кітапты тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Келесі бөлім күз бен қыс. Келесі бөлімде кездескенше лайк басып, пікір қалдырып, каналға жазыла кетіңіздер.